армандарым орындалып жатыр да, мысалы. Сол күннен бастап мен өте қатты сезіндім жауапкершілікті. Ертең айтам сен атыңды, иә, инстаға салам деген, сонымен мәз болып кетеді ғой көп балдар. Ақша бермек қойсын, сен жағдайың сұрамақ қойсын, бірақ әкем бар деген үлкен опора екен. 40-нан кейін жоқ екен білдің. 5 жасында мені санатория жатсады. Момын деген сүмелектің екінші аты дейтін. Көрмесе ұрам ғой деп десең. Ұрсып алам, ұрып алам десең. Ақылды болғым келмейді. Ақылды көрінгім келмейді. Ақыл айтқым келмейді. Қайырлы күн, құрметті достар, құрметті көрермендер. Бүгін біз Қалан платформасында арнайы подкасттар сериясын бастағалы отырмыз. Қожа жаңа саяхат фильмінің аясында біз елге танымал, қоғамымыздағы өте маңызды жаңағыдай өзінің әрекетімен, өзінің пейілімен, өзінің ісімен көпке танылып жүрген, көпке көрініп жүрген азаматтарымыз шақырып, қоғамымыз үшін маңызды тақырыптарды талқылауға, айтуға тырысамыз. Бүгін біздің алғашқы қонақтарымыздан бірі Нұрдәулет Берікұлы бауырымыз. Қош келіпсіз. Рахмет көп. Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Рахмет шақырғандарыңызға. Нұреке, біз сізбен таныстығымызға көп болған жоқ. 3 күн. Иә, 3 күн. Компаниямен сіздің таныстығымызға да көп болған жоқ. Бір айдай уақыт. Не үшін бұл подкасттар сериясын сізден бастап отырмыз деген сұраққа мен алдын ала жауап беріп кеткім келеді. Және соның бір себебінде осы сұхбаттың барысында сізден сұрағым келеді. Қожа жаңа саяхат фильмі шыққан кезде осы кино жобаны көпшілікке осының құндылығын кім жеткізе алады деген сұрақ болған кезде бізде бірнеше адамдар болды. Және біз ойланбай сізге жаңағы сізбен сөйлесіп көруге шешім қабылдадық. Бірақ процестің барысында мен біріншіден алғыс айтқым келеді. Біз күткеннен де көбірек әрекет жасап, көбірек жанашырлық танытып, осы жобаның көпшілікке жетуіне өзіңіздің барлық күшіңізді салып жатсыз. Ол үшін жеке өзімнің атынан және біздің компанияның атынан алғыс айтқым келеді. Және соның барысында сіздің қазіргі жасап жатқан контенттің жай ғана күнделікті контент емес, соның астарында бір рухани байланыс, яки бір менталды бір байланыс бар сияқты сезілді да. Соның мен жауабын бірінші өзіңізден сұрағым келді. Көп рахмет, сіздерге көп рахмет. Мен сіздермен жұмыс жасағаныма, маған сенгендеріңізге рахмет деймін. Бұл жоба бойынша, бұл жоба тек қана коммерциямыз, менің жан дүнием салған жобаның бірі болып тұр. Неге? Өйткені маған ұнады. Бұл барлық процесс ұнады, команда ұнады. Менің атым Қожа, өзім кино көріп өскен, мен кеше тарихын 64-ші жылы түсірген. Менің естуім бойынша, оқуым бойынша 1964 жылы түсірген. Даже менің анам дүниеде жоқ ол кезде. Соның жалғасын қазір мен сол үлкен бір аңыз киноның жалғасына мен кішкене осының кірпішін қалап жатырмын. Бұл мен үшін тарих, мен үшін үлкен жетістік. Бірінші осы, мен жан дүниеме жақын болған. Екінші, серіктестеріміз Қалан өте ұнады маған. Шын мәнісінде бұл былай мақтаған емес, еркін айта берейік. Мен бірінші тесім Қалан сол кезде. Барған кезде таныстырып өтті бір. Сізден бұрын таныстырды негізі. Бірақ өте қатты ұнады. Сол үшін маған бұл үлкен бір тәжірибе болды. Өйткені мен әрқашан өзім дисциплинада айтып жүргенмен командамда сонда бір не жоқ еді, система жоқ еді. Сол сіздер жидамай жүрген ғой, мысалы мистер Бист болсын, әлемді кез келген блогерлер солай жұмыс істейді сіздер сияқты. Мен өз саламда айтатым да. Сондықтан да маған сіздердің жұмыс системасы қызық болды, бақылау. Маған ұнады. Және де білім саласында бұл менің атым Қожа үлкен бір аңыз кино болғандықтан бұл қатты әзілмен де апаруға болмайды. Қатты былай да апармайды. Осы контрольді ұстап, мен оны да үйрендім. Енді менің әр ісімнің, сіздерде өзің білім саласында менің әр ісімде бір идеология бар. Ол не деген сөз? Мен кішкене болсын өзімнің әр ісіммен бір құндылық қалдырғым келеді, тыңдай білетін адамға, көре білгенге, ести білген адамға.
егер сізге ол жетсе, сезе алсаңыз, ол менің әр ісімнен, ол өте мен үшін қуаныш. Өйткені мысалы менің атым Қожаны, ауылдан шыққан Айқынды поддержка беру, қарапайым қазақ деп айтамын, армандар орындалады, мүмкін емес ештеңе жоқ. Бұның барлығы былай қарап отырсаңыз ең үлкен әлемдегі мотивация беретін және бір алға тұтатын сөздердің бірі. Сондықтан да бұл әр іспен мен көрсетемін, бірақ енді амал жоқ. Әр позитив те болады, хайп та болады, шулау да болады, барлығын көрсетіп соны бір неге салу, жұмыс істеп отыр. Мен де кішігірім істесем, бірақ сіздердікіне қарағанда үлкен емес. Сол бар негізі әр ісімде. Мен даже сөйлегенде де, түсте де сары түс, өзіміздің көк тудың бар, күннің түсі, барлығы сол айтылып жүреді. Кеше компанияға қонаққа келген кезінде ең бірінші маған қатты ұнаған сауал мынау болды да. Жаңағы Айқын бауырымызды алып, бірінші жаңағыдай армандар орындалады деген сөзден бастадың. Және Айқынның арманын орындаған компаниямен бір танысып кетуге келдік деп бастадың да. Жаңағыдай мен айтқым келген, жүйе сөз жоқ, бізде бар, бірақ мен бір нәрсені мойындауым керек, кешегіден кейін сізде рух бар да. Сол нәрсе кәдімгі кешегі біздің әріптестерімізде және бұйырса енді ол контенттерді көретіндерге де бір ерекше жүрегінен орын алады деп ойлаймын. Сұрақ. Арман дегенге келіп отырмыз. Бала кездегі сіздің өзіңіздің арманыңыз не болды? Бала кездегі өзім арманым. Қожаның жасында нені армандадыңыз? Қожаның жасында. Негізі ерген Сыдағай, сіз бағана бекер айтып қойсыз, бірінші рет интервью алып жатырмын ше. Сәл андай или мына жерде атмосфера тыныш болып тұр, өте күшті. Сәл еркін отырайын. Ең бірінші бала кездегі арманым негізі қалай айтсам болады, қазіргі тілмен бұрында енді ФБР дейді, сол жұмысты армандайтын тұғым мен. Бір полицияны болуды, бірақ сол алтыншы Қожа қанша жаста өзі, қаншыншы сыныпта? Біріншісінде 4-ші сыныпта. Екіншісінде 8-ші сыныпта. Екінші жалғасында 8-ші сыныпта. Мен 4-ші сыныпта неге суретші болды армандадым. Мәссаған. Шынымды айтсам, өте қатты мен класста жазылып тұрады, тазалық секторы, анда мен суретші президенті болдым, президент суреті деген. Редколлегия. Художник президент. Сондай болдым. 8-ші класстан бастап менде уже 8-ші класста мен дәрігер болуды армандадым. 5 пен 6-да полиция болғым келді. Ауыса береді ғой енді. Неге дәрігер болу? Өйткені дәрігер ең бірінші отбасыңа көмектесе аласың, өзіңді денсаулығыңды ойлайсың, сосын халыққа да, және жұмыста істейсің да, берекеңді аласың, сауап, бір жағынан ақша табасың. Сөйтіп мен фельдшерсіне түстім 9-дан кейін. Бала кездегі арманым сол, мамандық бойынша. Ал негізі, мамандық бойынша. Ал негізі былайынан мен танымал болам деп армандау барлығын арманы. Бірақ мен өмірімде ойламаппын танымал болам деп. Подписчигім болады бір, ондай мүлде ойламағам, даже армандамағам да, өйткені мен ол миыма кірмейтін. Миымда ондай граница бар тұғын. Кірмейді ол миыма, білмеймін. Сондай болды. Қазір сіз былай қазақ қоғамында, біз жалпы үлкен буын ретінде, сізден алдыңғы буын ретінде, мен өзім қуанып қараймын да. Кәдімгідей мәз болып, қарапайым қазақ идеясын айтып жатқан кезде және сол арқылы кәдімгі көпшілікке бір месседер тастап жатқан кезде мен қатты қуанамын. Және біздің замандастардың арасынан өздеріңіз сияқты феномен жігіттер, феномен қыздардың шығып жатқаны кәдімгідей өте қуаныш. Өйткені біз мәдени тұрғыдан өз-өзімізге тоқ халыққа айналып келе жатырмыз да. Өзіміздің контентті қараймыз, өзіміздің контентті тұтынамыз, және біздің балалардың, біздің іні қарындастарымыздың үлгі тұтатын өзіндік мысалға кумирлары мен адамдары бар. Қазір сіздің артыңызда миллиондаған сізді көретін жас буын поколение бар. Жауапкершілігін сезіну қалай оның? Жауапкершілігін сезіну басында 2-3 жыл жауапкершілік сезіну болған жоқ. Өйткені блогер деген сфера өте қатты дамымаған. Қазір айтады, бұрында бәрі әнші болам, қазір блогер болам дейді. Мен бұрында әнші болам дейді, қызығатынмын. Қызыққанда балдар қызығатын еді, мен әнші болам деп қызықпағам. Бірақ әр істің қиындығы бар екен, жауапкершілігі де бар. Жауапкершілікті осы 2,5-3 жыл бұрын сезіндім.
неге Құдай маған өзімнің армандамаған ісімді берді, мен армандамаған армандарым орындалып жатыр да. Мысалы осындай қазір жұмыс істеу, осындай адамдар танымал, дос болу, араласу, ақша табу деген сияқты. И қазір менімен жолығуды армандайды балдар. Мен барынша армандар орындалады деген фонд бар, сол сияқты жолығамды барлығымен. Көбінесе ауырып жатқан балдар, ойлаңызшы, енді ауырып жатқан бала, өзі өмірі аз қалған бала, ең бірінші біз Садыран екеуміз барған болатынбыз. Өмірі аз болған бала соңғы арман қандай деген кезде қарасам Нұрдәулетпен Садырмен жолығып жазыпты. Сол күннен бастап мен өте қатты сезіндім жауапкершілікті. Өйткені мен білмеймін, егер ауырып жатқан кезде адамдар сұраған кезде арманға мені айту, ол мен үшін үлкен жауапкершілік. Бұл үлкен маған деген берілген сынақ деуге болады, өйткені бұл жауапкершілікті алу оңай емес. Содан бастап сезіндім. Содан бастап әр ісімді, әр жүрісімді көп жерде даже артқа ұнамаса да ұнаған бола салады, ұнаса да үндемейтін кездер бола салады. Барынша қарап, дұрыс тәрбие беріп, сенің только айтқаның видеодан көрген емес, ертең өмірде мені былай көріп қалған кездегі менің жүріс тұрысым да көп адамның өзгеруіне, көп адамның ойын салуы мүмкін. Сондықтан да мен барынша жауапкершілік қазір өте қатты сезінемін. Сондықтан да енді қазір сезінемін жауапкершілікті. Бұрын 2-3 жыл бұрын бірақ кәдімгі хобби сияқты ол айналыстым. Жаңа кездесулерде балалардың ең көп сұрайтын нәрсесі не? Ең көп сұрайтын балалардың қалай блогер болуға болады дейді, машинаңыз қандай, енді сол инстада көріп жүрген. Бір қызығы, мен айтайын, сол бірінші келген бала кәді ауыратын, жаман аурумен, сол емделіп кетті. Бұл енді менің арқамда емес, бірақ кішкене болсын біз себепкер болып төлеймін, қуаныштың арқасында. Бұл фондтың мақсаты сондай ғой енді. Қуанту, арман орындау. Сондықтан мен айтамын да, мүмкін емес ештеңе жоқ. Кез келген нәрсе болады деймін. Олар көреді, просто мен даже әнші емеспін, ән айтпаймын, билемеймін, актер емеспін. Просто мен келеді да әңгімелеседі, суретке түседі, құшақтайды, әңгіме айтады, бірақ келген кезде ұялып қалады көбісі. Бірақ сол өзім барынша уайымдама, осылай деп айтып, мотивация беріп, ертең айтам сен атыңды, инстаға саламын деген сонымен мәз болып кетеді ғой көп балдар. Керемет. Өзіңіздің кішкентай кезіңіздегі жолыққыңыз келген адаммен жолыға алдыңыз ба? Әрине. Кішкентай кезде білмеймін кіммен жолыққым келгенде. Бірақ ол класстастарым барлығы, Қайрат Нұртас, ол қазіргі жұлдыздар, мен жақсы көретін. Мен бір күні отырамын да үйсе, ойланып отырамын да, жігіттер, егер нечаянно осы Қайрат Нұртаспен бірге отырып қалсам, араласып деп, әшейін для прикол, мен сендерге сәлемдеме жібертемін деп айтқан. Бір күні өтіп кетеді, мен звездам деп, мен енді блогермін. Звездам деген біртүрлі. Мен блогермін. Қайрат Нұртастың жасат директоры. Осылай мен айтам, мәссаған Құдай бұйырып тұрген өзі шығып жатыр жоба бойынша. Егер мен қазір ақша сұрасам, егер мен айтсам, мен адамдықты аттағаным. Менің бір арманым балалық шақта. Просто айттым. Қайрекеңмен жолықсам, болды маған. Мен тегін жасап беремін деп. Сөйтіп жасап бердім. Содан бері әлі күнге араласамыз, аға інілі болып. Содан кейін видеоны да жіберттім балдарға. Ол балдарды да ұмытқан жоқпын, ол Қайрекең атынан видеоны да жібертіп бір қуантып қойдым. Сол арман бірінші, және армандарымда Жан-Клод Ван Даммен жолығу болды. Жан-Клод Ван Даммен де жолықтым. Көп негізі мен бәрін армандаған, мен шынымен барлық жұлдызды көріп, солармен сөйлесіп, суреткесу менің арманым болды. Бұл не істейсің, ол жерден қызғанып, өзінің арманына. Ұнай ма суреткесем, мен ананы көре алмау деген жоқ. Мен барлығын сыйлаймын, барлығын қолдаймын, және барлығына қызыға қараймын, күшті. Жолыққың келетін қандай адам бар? Қазіргі кезде ма? Қазіргі кезде. Білмеймін енді. Менің жолыққым келетін арманым Джеки Чан, Илон Маск, Мұхтар Шаханов атамыз. Жолығам бұйырса деп отырмын. Және біздің ең бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлымен жолыққым келеді. Білмеймін неге екенін. Бірақ просто енді ең алғашқы президент болғаннан кейін көзін көріп, просто бір көргім келеді. Сосын мистер Бист. Өзіміз сферам бойынша. Көп негізі адам, 10 адамды атап шығуға болады, бірақ жолыққым келеді. Жолыққым келгенде бір араласу емес, просто бір көріп, жолығып, бір 2-3 минут әңгіменің жететін сияқты маған. Жаңағы баланың призмасымен қарап тұрмын ғой мен. Не сұрайтын едіңіз мысалға? Мен ештеңе сұрамаймын қазір енді шүкір. Просто маған
2-3 ауыз сөз ақылы жеткізеді әр адамның. Өйткені мен байқасаңыз әр саладан таңдап жүрмін ғой қазір, өз әр саладан. 2-3 сөз ақыл сөз. Өйткені менің әкем өмірде кезде 3-4 сөз ақыл айтқан, сол 3-4 ақылы әлі күнге дейін асырауда. Шынымды айтайын ба. Маған сондай үлкен нәтиже жеткен адамдардың 3-4 ақылының өзі маған жеткілікті. Және энергиямен өзіме айтса, живой, неге армандамасқа. Басқа ештеңе керек емес. Әке тақырыбына оралғым келеді. Сіз енді отбасыңыз жайлы өте көп жаңағыдай айтпайсыз, бірақ бірнеше кең видеолар бар екен. Мен көріп, маған қатты ұнады. Анаңызбен қарым-қатынасыңыз әсіресе. Білмедім, көпшілікте былай анамен арада махаббат болғанымен сондай бір ашық қарым-қатынас әлі күнге дейін жоқ деп ойлаймын. Сізде ешқандай бір жаңағы артық фильтрсіз мамамен бір абсолютті бір түсіністік бар сияқты көрінді. Бір-біріңіздің тіпті андай проблемаларыңызды бір-біріңізге ашық айтылатын сияқты көрінді маған. Бұл қарым-қатынасқа адам қалай жетеді? Бұл қарым-қатынасқа білмеймін енді, маған берген тәрбиесі шығар әке шешемнің. Мен өзім қазіргі түсінігім бойынша, бұрында баласың, қазіргі түсінігім бойынша адамға ең ызасыз, ең жаны ашып, ең расчетсыз дейді қарайтын ол ата-ана, мен түсінгенім. Бұл ата-аналардан басқа артық адам жоқ бұл өмірде. Сондықтан да қазір мен неге мүмкін әкемнің өткендігі де анамның маған қадірін 2 есе 3 есе түсіндірді ау деймін деп ойлаймын. Өйткені қазір әкеме жасамаған істі анама жасап жатырмын. Барынша бар кезде қадірін білуге тырысып жатырмын. Бірақ соның өзінде сізге риза болып, соның өзінде маған қанағаттандырмайды өзім жүргенім анаммен. Өйткені мен күні бойы жұмыстамын, съемкадамын, ойланып жүремін. Бірақ сонда да көп уақыт бөлгім келеді әлі күнге дейін. Бөлуге тырысамын, оқырмандарға да айтамын, ата-аналарыңызды тірі кезінде қадірін біліп, жақсы сөз, жылы сөз, міндетті түрде машина беру емес бұл жерде мәселе. Просто жағдайын сұрау, әңгіме айту, жылы сөз тегін ғой, жылы сөзді көп айту, жанында болу, әңгімелесу, барлығы ол артық етпейді деп ойлаймын, аз болмаса. Сондықтан да ал анаммен енді арнайы анаммен қарым-қатынас, мен анам сондай. Анам менің әкемнен кейін ер мінезді. Мен анаммен ана ретінде емес, мен ер мінезді сөйлесетінмін. Керек кезде ақыл айтады, даже жеке шекаралық ақыл, еркектер әке айтатын ақылды мен анам айтады кейбір кезде. Осы уақытқа солай. Даже көшеде төбелесіп келген кезде де жылап келсең, ата-аналар деді, мен мамам жоқ, қарай түріңе қарайды да, таяқ жеп жүргенде өзің қатыспайсың бір нәрсеге дейді. Сосын тұрасың бетіне қарап, кімге, әкеңе жылай алмайсың, мамаңа жылай алмайсың. Сосын менің анам ер мінезді болып өскен. Ер мінезді өскенде өмір солай. Әкемнен кейін ер мінезді болған, өйткені жалғызбасты ана ол өте мықты адамдардың бірі деп санаймын. Сондықтан мен анаммен жақын қарым-қатынас. Мені анам сол мектеп, колледж бітіргеннен кейін жұмысқа кетіп қалдым. Мен оған дейін мазаламаған. Мен де анам көп мазаламаймын. Қалайсың, жақсы, не проблема отыр? Любой проблеманы бірімізге айта береміз. Жасырмаймыз. Түсінбейтін білесің, бірақ бәрі айта береміз. Түсінсе түсінеді, түсінбесе қояды деген сияқты. Менде де солай, олда да солай. Сондықтан да мен анаммен әкемнің орнын басқаннан кейін мен жақын болдым деп ойлаймын. Оған дейін, может, әкем бар кезде мені бала ретінде қарайды, ал әкем қайтыс болғалы бері мен анам тек қана сөзбен емес, менің ісіммен де сенді деп ойлаймын. Егер сен мысалы анаммен үйдің үлкенім ғой, әкем жоқ деп қуып жүрсең, ішіп жүрсең, демалып жүрсең, ол ананың сен сеніміне кіре алмайсың. Мен ісіммен де кішігірім көрсеткеннен кейін ана маған сенді. Сондықтан да осындай қарым-қатынас жақын және сенімді қарым-қатынас болды деп ойлаймын. Осы сауалға бір тұздық болсын. Қожа жаңа саяхат фильмінде фильм былай басталады. Қожаның сөзімен. Әжем ұлынан айырылды, анам жарынан айырылды, мен әкемнен айырылдым деп басталады. Енді көпшілік біледі деп ойлаймын. Өзіңізде енді
біраз айттыңыз. Осыдан 7 жылдай бұрын жаңағыдай әкем дүниеден өтті деп. Сол моментке дейінгі анаңыздың күйі қандай болды? Және содан кейінгі анаңыздың күйі қалай болды? Анамның күйі әкем бар кезде бір қалыпты. Енді әйел адам әрдайым көңіл күйі бар, күйі жоқ болып жүреді. Бірақ мен анамның жағдайын білмеймін, мен ішкі жағдай анам өзі ғана біледі деп ойлаймын. Ондай енді жолдасынан айырылу оңай нәрсе емес. Енді айттым, мен анам ереді мінезді болған болып кеткеннен кейін маған ондай минустарын андай слабысын көрсетпейді. Бірақ өзімді айта аламын. Мен әкем бізде соңғы 2 жыл бірге тұрмады, сөздің ашық екені. Бірақ әкең алыс басқа қалада тұрса да бір апора болады артында. Әкем бар ғой, ақша бермек қойсын, сен жағдайың сұрамақ қойсын, бірақ әкем бар деген үлкен апора екен. Сен үшін мен айырылдым деген сол кезде түсіндім. Когда мен әкем өзімнің көз алдымда қайтыс болды, тамақтанып жатқан кезде, сол кезде кәдімгідей кеткеннен кейін, 1 апта өткеннен кейін, пешен бөліктен кейін кәдімгідей сезілді. 2 аптадан кейін одан да қатты сезілді. 40-нан кейін жоқ екенін білдің. Өйткені бұрында да көмектессе де, әкең бар деген ол көкірегін көтеріп жүресің. Ер бала болып ойлаңыздаршы, енді қыз баланы ойлаңыздар. Әкесі жоқ қыз балалар қалай көңіл күй түсіп жүреді. Сондықтан да әкенің орны өте үлкен. Әр сезінген сайын бір ойлайсың да, қазір әкеме звонай саламын ғой деп, бірақ әкең жоқ. Әкеңе бүйте саламын ғой, жоқ. Сондай үлкен істерде өте сезілді маған, жауапкершілігі сезілді. Менің есеюіме үлкен қадам болды деп ойлаймын. Мен содан кейін уже болдым. Менің миым басқаша жұмыс істей бастады. Жауапкершілік ала бастады. Сенім жоқ. Үйдің үлкені сенсің Нұрдәулет деп. Солай мен өзімді қатты өзгерген білем. Анамның қалай өзгерген анам өзінің ішінде деп ойлаймын. Әкенің қалдырған ең күшті өнегелерінен бірі қандай? Оған дейін мен бір нәрсе айтып кеткім келеді. Енді жаңағыдай біз енді сіз екеуміз былай өмірде дос араластығымыз жоқ, бірақ сырттан бақылаған кезде мына нәрсе байқалады. Бір ер жігіттің қамқорлығы бір табиғатында берілген сияқты болып көрінеді сол нәрсе. Оны қайдан түсінесің? Жалпы айналаңдағы өте көп достар бар, әншілердің ортасы бар, блогерлердің ортасы бар. Мен соларға көмектеспеген кезің есімде жоқ екен. Барлығына көмектесесің, барлығын көтересің. Әйтеуір Нұрдәулеттің арқасында Қазақстанда танылған, көптің ықыласына ие болған адамдар, тұлғалар жетерлік. Құдайға шүкір. Сол маған бір қамқорлық сияқты болып көрінеді, және ол бір достық қамқорлыққа қарағанда кеңірек нәрсе болып көрінеді екен. Түсіндім сұрағыңызды. Енді ең әуелі мен арқамыз Алланың арқасында ғой енді. Енді екінші көп балдарға себепкер болып жатырмын. Одан мен азаймадым, кемеймедім. Бірақ мен ойлаймын, қазір сіз сұрақ қойдыңыз ғой, мен ойлап отырмын да, ол қасиет маған әкемнің қайтыс болғаннан кейін емес, дейін де болған сияқты. Өйткені менің әкем қарап отырсам 5 жасында мені санатория жатқызады. Денсаулық сақтау санаториясы болады кішкентай болды. Ата қабылдау 6 жастан. 5 жастан жатқызады. Сол жастан бастап мен көпшілікпен өмір сүріп үйрендім. Мен жадный болмадым. Көпшілікке көп бірге жүрсең көп іс бітеді, бірлікпен жүрген тірлік болады деген сияқты ұғыммен 5 жасымнан бастап. Және біздің әкем 8 ағайынды, 7-8, анам 11-12 ағайынды. Ойлаңыз. Бір үйге туысқан әшейін келген кезде просто үйдің ішінде 10-20 бала. Енді сондықтан да мен ойлаймын, кішкентай кезден бастап мен көпшілікпен өмір сүріп, көпшілікке бергеннің арқасында көпшіліктен алатынымды түсінгеннен кейін мен сол қамқорлық қасиеті бар сияқты. Ал оны жауапкершілікке алған кезім осы әкем қайтысқаннан кейін басталған сияқты. Оған дейін көпшілікпен жүріп, көппен көрген ұлы той деп, барлығына пайдаңды көп, менде сондай ұғым болды да, пайдаңды көп тигізсең, саған да пайдасы көп тиеді. Сен пайдаға көп бөліскен сайын сен Құдайдан одан да көп аласың. Адам ашылған сайын, есік ашылған сайын басқа да есіктер ашылады, сол сияқты. Бірақ мен ешқашан
айтып отырсыз ғой, мен араласпай кеткен достарым да бар қазір, мен көмектескен кезде де ұмытып кеткен достарым бар. Даже маған, мен оған көтеруіне көмектесіп кейін өтініш сұраған кезде маған ақша сұрағандар, өтінішін қайтарғандар да бар. Мен ешқашан ренжімегенмін. Неге? Өйткені мен ешқашан көмек берген кезде расчетпен бермеймін. Расчетпен берген көмектерім ол кәдімгі коммерческий жұмыстар болмайды, бизнесте. Ал осы басқа да бауырларыма, достарыма, басқа да коллегаларыма көмектескен кезде ешқандай менде есеп қисап болмайды. Көмектеседі деп үміт күтпеймін. Тек қана өзім үшін, от души, жан дүнием үшін, қалағандығым үшін көмектесемін деп ойлаймын. Жаңағы сұрақ. Әкем қандай? Өнегес. Есіңде қалған. Әкемнің көптеген сөздері бар, айтып өтетін. Қарасаңыздаршы, мен көпшілікке салғаннан бері маған Абай Құнанбаев сөз айтатын. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуре ете ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Бірақ бұл сөз айтқан кезде мен танымал да емеспін. Мен ешкім мақтамайтын да, мен бір еңбекқор емеспін. Бір староста емеспін даже былай. Сол сөзді айтып өтетін. Мен сол кезде ойлайтын, мені кім мақтайды? Мен үйде момын, мектепте де момын балам, мені кім мақтайды? Жұртқа мен не керегім бар деп. Дауысы жіңішке. Даусым жіңішке, біледі кез. Қыз дауысты тұғым. Сол кезде әкем осыны әр күн сайын айтатын. Қазір ойланып отырсам, сезген болар, может, білген болар көпшілікпен жұмыс жасайтынымды. Сол сөз айтқан. Қазір өте қатты көмектеседі. Әр мен сөздің сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап деген сөздің өзіне мен 10 мағына табам. Бұл жерде дос бар, дұшпан бар, бауыр бар, оқырман бар, мақтайтыны бар, даттайтыны бар деген сияқты. Бірінші сөз сол есімде қалған. Екінші, ерте тұрып, ерте жат дейтін сөзі. Үшінші, айтатын сөзі, білмеймін, көбісі қосыла ма, қосылмай ма, өзі әкем момын болатын. Мен де негізі момынмын. Маған айтатын, момын деген сүмелектің екінші аты дейтін тұғын. Шынымен. Мен білмеймін, дұрыс па дұрыс емес, бірақ сол сұрақты, сол сөзді неге айтқанын білмеймін. Бірақ ол сөзді көп айтатын. Или өзі момын болды ма? Айтатын тұғын. Аузындағы алан деп тұрған тамағыңды біреу жұлып алатын болса, сенің беріп кеп тұрған нәсібеңді тартып алатын болса, сен оған үндемей сүмірейіп момынмын деп жүре беретін болсаң, басына сөз асыра беретін болсаң, еліңді, бауырыңды сол басына сөз асырып, ақыңды беріп отыратын болсаң, ол момын емес, ол сүмелек дейтін тұғын. Сол үшін сол сөз көп айтатын тұғын. Ең басты байлық, денсаулық. Өзім әкем қатты көп ауырды, бірақ өте ішкен дәрісін жазып жүретін тұғын. Уақытына дейін, секундына дейін. Соның арқасында бір ұзақ өмір сүрген шығар. Бұл мен жаттап алған, қазір қолданып жүрген осы 3-4 сөз өте қатты көмектеседі, маған жетеді. Әзірге күнге оны толық қорыта алмадым. Андай менің ата мен әженің баласы болдым да. Атам қайтыс болған кезде 5 жыл мен ауылға барған жоқпын. Мен соны түсіндіре алмаймын. Бірақ 5 жыл ауылға бармаппын. 5 жылдан кейін ауылға барып, мазардың басында тұрып, өкіріп жыладым. Өзің қинап қабылдай алмай жүре бересің. Одан кейін мен о уақытта шетелде оқып жүрдім, жұмыс істеп жүрдім. Келуге себеп болса да, келуден қашықтайтын едім да. Осы қабылдау процесі әкенің жоқтығын қалай өтті? Кәдімгі ақылмен. Қожа фильмде де алдында 2-3 рет қайталаған кезде сол қабылдау мәселесі өте көтерілген, өйткені байқайсыз, анасын қызғанады, сол әкесінің жоқтығының ренішін басқадан алады. Бірақ қожаны қарасаңыз, кеше өзі Нұрлан ағамен де сөйлесті ғой, айтып отыр, адал алдамайды екен кинода да. Ешкімді алдамаған, ақысын жемеген ешкімнің. Байқасаңыз, ана Сұлтан айтып отқан кезде алмайық деп. Адалдық бар, тәрбиесі бар. Қабылдау мәселесі бойынша әкем мен өзінсіз өмір сүруге дайындаған сияқты бір жағынан. Айтады ғой, басқаларға кеме жасасын деп ағаш берді, біреулерге балта берді деп. Маған ештеңе бермеген сияқты, бірақ үлкен тәрбие беріп кеткен сияқты. Сондықтан да біреулерге мұра болып қалады, біреулерді бақ қалады. Мендегі мұра сол әкем менсіз де жауапкершілік сезінсін деп дайындағандықтан маған ол қабылдау жеңіл өтті деп ойлаймын.
жауапкершілікті тез қабылдадым, өйткені басқа вариант болған жоқ. Сондықтан маған қабылдау оңай болды негізі. Тұңғыш бала. Жалпы негізі тұңғыш балаларға ол нәрсені ерте бастан үйретеді ғой. Тұңғыш ұлдарға әсіресе кішкентай кезінен бастап ертең сен мынаның бәріне қарайсың, сен ертең інілеріңе көмектесесің, сен осылай қыласың, сен мынандай қыласың деген сияқты біздің қазақ қоғамындағы үлкен ұлдар негізі былай орысша айтқан кезде по умолчанию сондай бір напряжениемен тәрбиеленеді. И содан кейін ол жауапкершілікті алу жағынан шынында да проблема қатты болмайтыны сода да ойлаймын. Бірақ екінші бір минус жағы бар. Ертең өзі ойлағандай сол жауапкершілікті алмаған кезде ең тез өздерін тастап жүретін де сол тұңғыш ұлдар сияқты. Дұрыс айтасың, өйткені бұл мәселе біз енді хандық система болғандықтан үлкен ұлға хандық дәрежесі қалады, сондықтан да барлығы үлкен ұлдан нәтиже күтеді. Бірақ біздің қазақ өте дарынды, білімді ғой, өйткені қарасаңыздар, үлкен ұлды тәрбиелейді, кіші ұлды өзімен алып қалады. Бірақ Иә. байқасаңыздар, неге? Сөйткені үлкен ұлды тәрбиелейді да жібереді елге көмегі тисін деп. Кіші ұлды өздеріне алып қалады. Еркелеу болады, тыңдайды, айтқанын істейді, жақсы көреді оны. Сол сияқты біздің халық күшті ғой енді, бірақ күшті деп айта бермей, ескіні есіркегенше жаңаны жаңғыртайық дейді ғой. Сондықтан қазіргі заманға сол сай жүйені қою керек. Мен інім қазір сәл еркелеу, бірақ мен білем, ол үйде қалса кіші жасайды, мен жасаймын жұмыс, ол жасайды, ол жасаймын жұмыс, мен жасайды. Сондықтан да әркім өзінің позициясында жақсы бауырмашыл болса. Жаңағы мысалға мәдени паттерндер, үлкен ұл мен кіші ұл деген феномен да, ол сендердің отбасыларыңда да былай анық көріне ме? Анық көрінгенде көрінбесе ұрам ғой десең, ұрсып алам, ұрып алам десең, жоқ енді біздің кезде деп сөйлейтіндей заман болып қалды негізі бәрібір ше, уже өйткені қазір 2005-2006-лар вообще басқаша ойлайды. Мен түсінбеймін кейде олардың трендтерін, даже өз білмесінде. Сен түсінбей жүрсең. Иә, ол сіз енді менің тұрғыда мен қазір Алматыда көп жүрген, мен айтам, ол дұрыс, бірақ өмірлік әртүрлі жағдайға байланысты өзгертуге болады ол нәрсені. Мысалы бақай айтамын, бірінші үйленген кезде үйлен, бірақ мен інім айттым ғой, кішкентай баланы алып қалады ғой. Неге? Өйткені ананы түсінетін сол да, әкені, жүйені түсінетін сол. Біз үлкен балдарды жібереді қалаға оқуға бір жерге. Біз сәл қуғынбай болып келуіміз мүмкін. Мысалы да, или тыңдамай қалуымыз мүмкін. Сол үшін кіші ұлдап қалдым. Мысалы інім менің әлі күнге үйленген жоқ. Неге? Сенен кейін дейді. Сен үйленесің, бір аптадан кейін ақ үйленемін. Керек болса дейді. Бірақ мен айтамын, үйлене бер. Мен саған келісіп тұрмын, үйлене бер, сен үйге жоқ. Сондықтан не деймін енді? Сыйлап жол беріп тұр. Менен кейін үйленіп, менде бар бізде әлі, өйткені мен Түркістан, Кентау қала жақтарында, ол жақта әлі күнге дейін бар. Ол зияны жоқ деп ойлаймын. Оның бар болдың, жоқ болдың, мен разницасы жоқ. Ең бастысы өзің дұрыс жүрсең болды ғой. Бізде бар ондай. Тая жейтіндігін. Иә, бір қызық факт тыңдап қалдым сен жайлы. Сен кішкентай кезіңде батырлар жырын естіп өскенсің. Жиделбайдың жерінде, Қоңырат деген елінде Байбөр деген бай бопты. Оны әкем ғой үйреткен. Әрине біздің үйде, мен байқасаңыздар, менің даже тегімде де атымда да оф жоқ. Иә. Бектұрсын Нұрдәулет Берікұлы. Бір кездер даже офты обязательно қой керек деген кезде Берікұлы Балкұмыс дей салды. Даже фамилияны қойған жоқ. Мен әкемде де сондай, Тұрар Берікұлы Бектұрсын. Даже мен әкемнің атамда да сондай. Ол мен ойлаймын, бұл бөліну емес, просто өз тіліне деген құрметтілігі. Менің әкем өзі намаз оқымаса да, бірақ біздің үйде 5 уақыт намазды қалай оқу керек, қазақ әліппесі, бұрында енді қазақ әліппесі нелер жоқ еді қазіргідей. Алады да коробкаға алма деп жазып қояды, сөйтіп үйге іліп қояды. Менде фотолар бар, ескі суреттер болу керек, артында тұрады дейді, коробкамен істеген. Ал жырлар неге үйрететін маған әкем? Мен әкем енді сәл Түркістанда болғандықтан ол дәулетің емес әулетіңмен мақтан дейтін. Сол кезде маған әр рудың өзінің жырлары болады негізі. Божбандардың жыры, Қоңыраттардың жыры, Жиделебайса жерінде деп. Сол тарихты көп жақсы көрген ғой енді. Өзінің ұнайтыны сол болғандықтан маған соны көп үйрететін тұғын. Мен даже қазіргі ойында CSGO ойындар бар ғой. Мен атым Бөгенбай, Қабанбай. Одан әлі шыға алмай жүрмін. Неге? Білмеймін, ұнайды маған сондай. Бір андай. Миымда қалып кеткен да.
дұрыс тәрбиенің пайдасы да. Мысалы ойын ойнағанда даже ағылшындар бай хороший андай олардың да миына құйылады да, бірақ маған ұнайды өзіме. Сосын бөгенбай не үшін қойдың дегенде сондай аттарды мен де әкем әр істе не алатын, даже телефон нөмірін жететін тұғын. Телефон нөмірі 66-55-124 па сондай тұғын. Сол кезде айтатын тұғын 124 мың пайғамбар. Иә, пайғамбар бар. 66 сол мынандай 55 мынандай деп айтатын тұғын. Мен үйде даже гүл еккен кезде мынау анамның туған күніне гүл егеді. Мынау сен туған күнге. Әкем жайлы көп айта берсем жүрегім ауырып кетеді. Сосын барып даже әр нәрсе есептейтін тұғын. Сол кезде Бектұрсын деген Нұрдәулет деп сен бекер қоймаған, Нұрдәулетті болсын, нұрлы болсын деп, және Нұрдәулет деп, дәулет деп қойған жоқпын сен атын, тек қана Нұрдәулет деп қойдым. Нұрлы дәулет болу керек дейді. Не только просто дәулет деп. Сол сияқты әкем сөйтіп көп айтатын. Білмеймін неге ол жырларды көп айтты. Маған даже божбандардың өзінің өлең жаттататын қоңыр аттардың, ұлы жүздердің кіші жүз жаттататын. Білмеймін неге керегі бар тұғын. Жаттай берді оны дейтін тұғын. Шежірені үйрететін тұғын. Біз өткенде ойланып отырдық та, қазір біз қаланың жобасы батырлар жырын қайта жаңғыртып жатырмыз. Жаңадан жазып шығып жатырмыз. Жаңа өзі ескі кезде де батырлар жыры жаңарып отырды ғой, өзінің әр заманның өзінің реалына өзінің жырлары өзгеріп келіп отырды. Бізде мына 200 жыл 300 жылдан бері жырларымыз жаңармай қапты да. Бұрынғы сол айтып. Иә. Сонымен біз қазір Қобыланды батыр жыры мен Алпамыс батыр жырын қайта мына қазіргі жаңа қоғам балалары түсінетіндей форматта, солардың көріп қарап оқи алатындай форматында жасап жатырмыз. Және сол кезде де ғой, так енді бұл жырларды қоғамға жаңағы кеңінен тарата алатын кім бар деген кезде біз ойладық, Нұрдәулет жыр оқып өскен бала негізі сұрап көреміз деп. Иә, негізі Алпамыс есіме түсті. Алпамысты Қоңырат дейтін тұғын. Иә. Мен әкем Божбан дейтін ішінде әзілдеп айтатын тұғын, друг қалсын деген шығар. Сол айтатын шынымен. Сол Алпамыс батыр сөйтіп айтатын, ой, кезінде сондай болған, андай типа тез өсіп, типа андай өсіп үлкен маған. Мен бүкіл батырларды білемін. Бөгенбай, Шапыраш, Наурызбай, Қабанбай, тағы бағанағы Алпамыс батыр бәрін білетін тұғын бұрында. Бәрін атын жаттап алған, футболистер жаттап алатын тұғын аттарын. Поэтому мен командаға кіргенде бәрін сөйтіп жазып аламыз. Прикалывается. Бөженбай батыр деп. Иә, андай ағылшынды өйтіп әдемі көрінеді. Андай Дэу, андай бір как будто Роналду деген сияқты. Сондай. Күшті ғой негізі. Ол аттар қазір қойылмайды шынымен. Сіз дұрыс айтасыз, жаңғырмаған. Қазір балдар білмейді. Балдар қазір Спайдермен. Біз де білдік Спайдермен негізі, бірақ Бөгенбайды да білдік та. Иә. Дұрыс айтасыз. Біз қай жерде біздің қоғам сәл мына бір қателікті жіберіп алдық деп ойлайсың? Осы айтып отырмыз ғой, сен мен біздің кезімізде сен екеуміз біз Спайдерменді де білдік, бірақ Бөгенбайды да білдік. Өзінің сакральности бойынша бәрібір біз Бөгенбайды көбірек бір мақтан тұтатын едік, суретіне тамсанып қарайтын едік. Сыйлайтын едік. Иә, сыйлайтын едік. Спайдермен ойнағанмен, бірақ Бөгенбайды сыйлайтын, Бөгенбай десе. Неге ол феномен қазір жоқ? Менің ойымша екі мәселе деп ойлаймын. Ең бірінші мәселе жаман жаңалықтардың көп болуы. Бұл жаман жаңалықтардың көп болуы сол жаман жаңалықтардың ой мақсаттарын жетуіне тезірек көмектеседі. Біз жазған әр комментарий, байқасаңыздар, жаңалықтарды мен өзім көп қарап отырамын ғой. Мысалы, біреуге үй сыйлады, білімнен, біреу математикадан олимпиада чемпионы болды, мешіт салынды дегендерге просмотр аз. Иә. Ал біреу ажырасты, туып алған екен, анан тоқалы екен, анау сотталып кетті, анау ұсталып қалды дегенге просмотр көп. Амал жоқ, бақ өкілдеріне жамандауға болмайды. Неге? Олар не қалайды, соны береді. Егер біздің халық тек жақсы контентке көп просмотр әкеп отырсақ, жақсы контентке біз көп нәтиже әкеп отырсақ, әрине ол бақ өкілдер жақсы нәрсе жазады. Сондықтан да бұл жерде сол мәселе деп ойлаймын. Көп дезинформация. Бірінші мәселе. Иә. Көп мен ойымша оның жауабын айтайын, оны жеңу үшін тек қана жақсы нәрселерді көп насихаттау керек. Білімді, спортты, тағы да дамуды, қазіргі искусственный интеллектті, математиканы, әртүрлі білімді жаңғырту керек, тарихты деген сияқты. Екінші мәселе тіл. Тіл мәселесі. Байқасаңыздар, бұрында орыс КСРО кезіндегі ауылдағы қазақ балдары орысша білмейтін. Иә. Қазір керісінше
біз тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болса да қазақша білмейтін адамдар бар. Ол бөліну емес, просто қарау. Мен мысалы орыс тілде дұрыс білмесем де сөйлей беремін, ағылшынды да сөйлей беремін, білмесем де мен сыйлаймын барлығын, қуанамын қайта. Мен оқығым келеді тағы тілдер. Бірақ сондай бар да, тіл. Неге біз 30 жыл тәуелсіздік алдық? Бұрында ойлаңызшы, басқа жердеміз, бірақ сондықтан да мен ойлаймын тіл мәселесі. Орыс тілде өскен бала мен қазақ тілде өскен баланың арасында айырмашылық байқайсыз ма? Бұрында бір сөз бар еді ғой біздің балдарды жамандайтын. Орыстың баласы молодец, қазақтың баласы бала емес деп. Сол айтатын еді көп. Сол сияқты мен ойлаймын қазір 30 жыл болды ғой, ол нәрседен уже кететін нәрсе келді, бірақ қазақ тіл дамыту керек. Көп дамыту керек. Мысалы мен орысша білмедім осы уақытқа дейін. Москвада 5 ай тұрдым, үйреніп алдым орысша. Иә, шала сөйлеймін, бірақ орысша білемін. Ағылшынды да ең оңай тіл. Қазір оқып жатырмын. Оңай үйреніп жатырмын. Несі қиын? Бірақ мен егер қазақша білмесем, от қасірет еді ол. Тек ана тілдерді біліп, қазақша білмесем, ол қасірет, потому что кез келген елде өз тілін білмеген адамзат қанша бұл элитный болып саналсын, қанша ол білімді болып саналсын, егер өз тілін білмесе, ол адам сыйсыз елінде. Ал біздің елде ғана өз тілінде сөйлеп, басқа тілде сөйлемеген адам сыйсыз болып саналады. Ол дұрыс емес ұғым. Бірақ енді жайлап дұрыс салады деп, ол үшін бағандай қазақ тілді білім саласы көбею керек, қазақ тілді кино көбею керек, қазақ тілді контент көбею керек, қазақ тілді тарих көбею керек. Сол кезде бәрі жайлап болады деп ойлаймын. Әрине. Иә, оған жақсы үлес қосып жүргендердің бірі өздеріңсіңдер, және сендердің айналаңда бір өте жақсы бір қозғалыс бар ғой жаңағы мәселе бойынша. Қандай контент өндіру керек? Бізде ме, өз салам бойынша ма? Иә, өз салам бойынша. Қазір мысалға сенің артынан келе жатқан осы мына блогерлік деп блогерлік деген сөздің енді мәні шыны керек өзгеріп кетті ғой. Дегенмен инфлюенсті айтайық, қоғамға әсер ете алу сондай бір бағытта жұмыс істеп жатсыңдар ғой. Сенен кейінгі келе жатқан, сенен кейінгі келетін осы саланың азаматтары. Негізі мен айтам, блогер болды. Мен негізі айтам, блогер бол деп айтпаймын ешкімге. Қаламаймын. Бірақ бір нәрсе айтып өтейін, әр нәрсе система айналып келеді. Круговорот білесіз ғой. Қазір қарасаңыз, бұрында мынандай мебельдер бұрында хит еді. 2015-терде бұл кедейлердің үйде тұрды. Мысалы біз кілем төсемейтін. Қазір қайттан хай-текстиліне өтті де қайттан мынау мода болып жатыр. Сол бұрында атамыздың, апамыздың үйінде бардық. Контент те сондай. Иә, кинолар да сондай. Байқасаңыздар, бұрынғы мода да сондай даже. Бұрында гала шалбар кимейтін еді. Қарасаң 80-90 жылдар бәрі гала шалбар киіп алған, дәу. Әше бас терминдер өзгеріп жатыр да, мынау оверсайз, мынау хай-тек, мынау восточный стиль деп. Қазір обойлар қайттан алынды, қайттан жабысты, қайттан алынып жатыр. Бұрында только ақ еді олдар. Қазір қайттан, бұрында бояйтын егандай, красын көк қылып, сол сияқты. Жартысын көкке бояп қойсын. Жартысын. Қазір сонда қайттан мода болып жатыр шын мәнісінде. Просто әшейін көзқарас өзгеріп жатыр да. Сондықтан ойлаймын, бұл айналып жатқан круг. Бізде қазірде қай не болсын контентте сол бұрынғы нәрсемізді дамытуымыз керек. Мысалы, менің атым Қожа. Кітапта бар, бірақ жастар оны тыңдамайды. Егер мысалы осы Құдай қаласа осы киномыз шыққан кезде, ол жаңғырту болып саналады. Кез келген нәрсе. Қазір киноларда сондай. Властелин колец деп айтады мысалы, властелин колец. Соларда ойбай атпен, анамен. Бізде өзіміздің контент, атты контент қылу керек. Қайттан жаңғырту, іздеудің қатты қажеті жоқ, уже бәрі шығарылып қойған, просто жаңғырту керек. Әр нәрсемізді, біздің тарихты, біздің білімді, біздің адамдарды, біздің жерлерімізді, қалаларымызды, туризмді просто мен өзім әріптестеріме айтқым келеді да, контент іздесеңдер, просто артқа сәл қараңдар да, айналып келе жатқан моданы аласаңдар. Жақсы формула. Сосын қазір айтқым келетіні, бұл сөзім ертең точно айтасыздар, искусственный интеллект. AI. Ол міндетті түрде қолдану керек. Ертең бұрында компьютер шыққан кезде ойлады, бәрі жұмыссыз қалып кетті. Жоқ, жұмыссыз қалған жоқпыз. Компьютермен істейтін, мысалы, компьютермен істейтін, отчеттарды істейтін 10 адам жұмысқа шықты ма, компьютермен жұмыс істейтін 20 адам жұмысқа кірді. Бір компьютермен жұмыс істейтін. Дәл сондай, бұл жерде искусственный интеллект, дизайнердің, оператордың анан жұмыстарын алып қоятын шығар, бірақ сол искусственный істейтін адамдар керек болады бәрібір. Сол үшін мен құрметті оқырмандар, жасанды интеллектпен көп дамыңыздар, оқыңыздар, зерттеңіздер, дұрыс қолданыңыздар. Ол да интернет сияқты, біреулер оны жаман жерге қолданады, біреу жақсы жерге қолданады. Сол үшін оны тұрып болмайтын нәрсе сұрап, искусственный айтшы маған, ChatGPT, мен қызым мені сүйе ма, мен қызым бүйтіп жазды деген ондай әңгіме болмайды.
есіңде болса осыдан бір 10-15 жылдай алдын Қазақстан телеарналарында интернет қажет пе қажет емес пе деген сұрақты талқылап отыратын. Мен таңғаламын, мысалы балаларға интернет бермеу керек, осындай қылу керек деп, бірақ уақыт бәрібір өзінің дегенін жасады. Интернет бәрімізге керек нәрсе екен, біздің қоғамды дамытты. Дәл жаңағы сенің айтқан пікіріңе бір қосылғым келіп отыр да. Дәл қазір біздің телеарналарда жасанды интеллект керек пе, зиян ба деген сияқты нәрселер талқыланып жатыр айтқан кезде. Ол міндетті түрде керек. Айтасың. Қазір қарасаңыз, көп нәрсе жасанды интеллекттің рөлі маңызды, зор, дұрыс қолдана білгенге. Қазір даже жастар қазір 2006-2007 жылы балдар түсініп алғандар өте қатты жақсы ақша тауып отыр. И олар ең керек кадрлар болады ертең. Біз ойлаймыз ғой, мысалы, жасушаны ойлап тапқанына 100 жыл болды да, ауруларыма емдеуіне 100 жыл кетті ма? Қазір ондай емес. Компьютер шыққанда 25 жыл, ой, дамимын деген 25, iPhone 11 шығамын дегенше 20 андай болады. Натуре тез. Өте қатты тез. Қарқын өте қатты тез. Сен бүгін кешегі моданы білмейсің. Бұрында мысалы біз iPhone қолданған кезде, 10 жылда ағаларымыз түсінбейтін тұғын. Қазір мен ертең шыққан институтты қолданамаймын. Мысалы, телефон қолданамайсың, ертең шыққан ойынды ойнай алмаймын мен уже. Бір жыл бұрын шыққанда. Неге? Потому что өте қарқын таза болып отыр. Сол қарқынға ілесу үшін тек қана білім, оқу, даму керек деп ойлаймын өз басым. Керемет. Бізде бір анонс жасап өтсек болады осы жерде. Қаланың жобасы біз Алтай деп аталатын жасанды интеллект жүйесін дамытып бастадық. Біз жасанды интеллект енді жалпы әлемдік жиылар бар ғой, бірақ қасында түсініксіз болды. Не үшін әр мемлекет өзінің жасанды интеллектін жасап жатыр деген сияқты нәрсе. Кейін жалпы глобалды жасанды интеллект жүйелерінен, мысалға қазақ-жоңғар қатынастары, қазақ-ресей қатынастары, қазақ-қытай қарым-қатынастары деген сияқтандай тарихи фактілерді сұраған кезде жауап бермейді. Жауап бергеннен бұрын қазақ ұлтының интересінде жауап бермейді. Ол глобалды информациялардың негізінде алады да біз өзімізден өзіміз барып жаңағыдай бодан болған сияқты болып қаламыз. Яки болмаса мына жақта бодандық жасағанбыз, жоңғарлардан талып тұрып жаңағыдай қырылған сияқты болып қаламыз. Сондықтан біз қарадық, біздің оқушыларымыз қазір өте көзі ашық, қазақ қоғамының оқушылары жасанды интеллект қолданып жатыр, бірақ белгілі бір деңгейде ғылыми факт, тарихи фактілер өкінішке орай біздің қалауымыздағы нәрсе болып жатқан. Өйткені мен қарадым, кеше интернеттен көрдім. Қытайдың жаған ChatGPT бар ғой, DeepSeek бар ғой, DeepSeek. Сода Тайвань Қытай жайлы сұрағанға жауап бермейді екен. Дұрыс жауап бермейді екен. Сол сияқты бұл жерде өте маңызды қазір. Бүйтеді, қазір екі адам спорласа ма, мысалы, бүйтейікші, тәуелсіз қашан алды деп айтады да, 91 дейміз, 92 дейсіз, ChatGPT-ға ашып, давай онда тұрысын ChatGPT айтсын дейді. Ол белгісіз ғой, шын ба өтірік екенін айтады. 93 десе ол. 93 бола ма? Сол сияқты бұл жерде өте маңызды. Мен қолдаймын ол. Біз енді белгілі бір салалар бар, ол нәрсені енді технологияға тапсырып қоя алмайтын. Ол әрине бірінші кезек біз жаңағыдай әке бала қарым-қатынастарына қайттан амалсыз оралып қала береміз да. Балалардың мысалға тәрбиесі деген кезде. Қалай ойлайсың? Сен балаңа не тәрбие берем деп ойлайсың? Не беруім тиіс деп? Енді қазір мысалға жассың ғой, дегенмен әкелік өмірге есті адам ретінде әр адам дайындалып жатады ғой. Жас емес, уже менің достарымның уже 2 баласы бар. Сондықтан да ойлаймын, әкелік мен өзім біріншіден балам болмағандықтан ақыл айта алмаймын ешкімге. Балам болмағандықтан. Екінші, мен өзімдегі бір ұстаным ғана бар. Менің сөзім емес, ісім менің балама тәрбие болды. Басқа қалай тәрбие беруді ол ертең әке болғанда білемін. Өйткені әкем талай ұрсатын. Ертең көресің әке болғанда. Не айтып үлгерген жоқсың әкеңе? Ештеңе айтып қоймайды. Айттым ғой алдында. Әкеме тек қана бір құшақ, 1 сағаттық та жетсе, 1 минуттық та керек. Және сосын
әкеме тек іспен дәлелдегім келеді. Сөзге уақыт жоқ, үлгермей қалатын шығармын деген уайым болады. Қазір анама да сондай көп сөйлегім келмейді, тек іспен қуантқым келеді. Егер әкем тірі болса, қазір көріп, біріншіден ол даже ештеңе істемесем де мен біліп тұрмын әкем мен қуанатынына. Өйткені ол да рахаттанады ғой, баласының нәтиже еткені. Бұл екінші өмірдің бөлімі. Балаңнан, немереңнен рахат алу деген. Сондықтан да қуанатынына бір қуанғанын көргім келеді. Сосын бар мүмкіншілігінше іспен қуанту болды. Басқа ештеңе мен даже бір нәрсе айтып, бір нәрсе берем, ойбай өкінемін деп айтпаймын, ештеңе өкінбеймін. Құдай сақтасын өкінуден. Сондықтан да тек қана бар нәрсемен. Енді бірақ жоқ, оны не істейміз оны айтқанда. Сондықтан да анам бар, шүкір, бауырларым бар, оқырмандарым бар, достарым бар, серіктестерім бар, әріптестерім бар. Соларға шама жеткенше жұмыс жасап, бармен базар дейді ғой, жұмыс жасау керек болып тұр. Қазақ танымында адам екі рет қайтыс болады екен. Біріншісі кәдімгі дүниеден өткен кезде. Бірақ біздің көшпенділердің танымында ол бірінші өлім деп тіпті саналмайды да. Шын өлім дейді. Ол еске алатын ешкім болмаған кезде. Мен қуаныштымын. Мен де қуаныштым. Осы жерде келіп, жан сырыңмен бөлісіп, мен күтпеген өте көп нәрселер айтылды. Негізі мен ондай тақырыпты вообще мүлде қозғамаймын. Иә. Байқасаңыздар, өйткені мен неге ақылды болғым келмейді, ақылды көрінгім келмейді, ақыл айтқым келмейді. Менің ұстаным бар, телефонды жасып қойғам, ешкімге ақыл айтпашы деп. Өйткені тыңдамайды. Ол тыңдамағаннан бөлек сен жеткізе алмайсың, жеткізе білу керек. Бір сұрақ қойды да бір адамға, түсіндіре білген адам кінәлі ма, түсінбеген адам кінәлі ма деп. Сол кезде бүкіл ғалымдар жиналған ғой. Сөйтіп айтқан екен, түсіндіре бермеген адам кінәлі, түсінбеген адам емес. Сондықтан да мен білмеймін де қаншалықты адамдарға түсіндіре аламын өзімнің ойымды. Дайын емеспін ба, мүлде ақыл айтпа. Енді сіздер қаланға енді бірінші эксклюзивті сұхбат деп ойлаймын, кішігірім. Өз ойым бір артық емес, қателіктер болса, менің ойыма келіспеушілік болса, ол ештеңе етпейді адамдардың. Бірақ менің білесіз ғой, әрдайым ойым сол барынша өзім білімім жеткен, шамам жеткенше өзімнің саламда барынша көмектесу және өзімнің отбасыма ең бірінші көмектесу болды деп ойлаймын. Сіздерге рахмет. Үдесінен шыға алдың деп ойлаймын. Сіздің де бірінші интервьюіңіз, бірақ күшті. Әйтеуір Құдай қаласа күшті сұхбаттар бола берсін. Көп рахмет. Ең бастысы қожа ғой енді. Иә. Құдай қаласа қожа шығып, бұл тарихы енді бұл қашан түсіретін үшінші белгісіз. Түсіріле ма ол? Сол үшін біз енді кішігірім болса қостық деп ойлаймын. Енді біз бірінші фильмдегі айтылмаған және бірінші авторлар айта алмаған бірнеше нүкте болды шыны керек. Біз соны осы фильмде жібін тауып, байланыстырып, түйін шешіп жабуға тырыстық барынша. Енді көп адамның сұрағы сізге қоя салайын. Қайталау ма или жалғасы ма? Бұл ерекшелігі қандай? Соны сұрай айтасыңызшы. Жаңағы келдік. Қайтамыз, соны жауап беріңіз. Бұл фильм басында қайталау идеясы болған. Бірақ біз бірінші классиканы қайталаудан мағына көрген жоқпыз. Екіншіде сол замандағы қожалар мен сұлтандарды осы заманға әкеліп түсіреміз бе деген ой болды. Бірақ біз ол арқылы фильмнің негізгі идеясын, құнын кішкене түсіріп аламыз деп ойладық. Одан кейін біз мақсатты түрде ол фильмнің жалғасын түсіруіміз керек деген шешімге келдік. Ол бізге 2 есе, тіпті 3 есе қиындау болды. Өйткені дәл сол мантықты, дәл сол логиканы сезініп, тауып, соның бері қарай асықпай әдемілеп жалғасын шығарып алу керек болды да. Бірақ енді жаңа кеңес үкіметінің кезіндегі біраз қырқылып кеткен моменттері бар. Сол жерлерін біз жақсы сезіндік деп ойлаймыз. Және сол арқылы бері қарай шығарып алып, қожаны жаңағы біз талқылап отырған бір отбасылық жақсы бір фильмге айналдыра алдық. Ашылмаған жерлерін аштым дейсіз ар жақта. Аштық, ол жерде өте көп қызық нәрселер бар. Өткенде өзіңде байқаған кіммен Жантас пен қожаның қарым-қатынасы одан сайын кеңейе түсті.
Сұлтан мен әкесі, мысалға бірінші фильмде әкесі мүлдем көрінбейді. Әйтпесе Сұлтан әкесі туралы өте көп рет айтады. Сабап мені өзенге батырды, жаңағыдай 40 жеті мектеп айтты деп, жаңағыдай қызық моменттер көп. Бірақ ақыр соңында сол әкесін осы екінші фильмде біз сахнаға шығардық. Және бір қызық, Қожаның өзінің әкесін де шығардық. Иә. Енді ертең бұйырса барып көреміз. Спойлер айтпақ қояйық. Иә, спойлер айтпайын. Сен біраз бөлігін еще мен көрген жоқпын еще әлі. Иә, саған өте қатты ұнайды деп ойлаймыз. Сондықтан жаңағы фильмнің алдында бірінші жаңа қонақ ретінде шақырып отқан себебіміз сол болды. Қожа басталған кезде сенің осы проектпен кәдімгі ішкі байланысың айтып отқанымдай біз күткеннен де қаттырақ қандай бір әсерлі болып басталды да. Сондықтан біз Нұрдәулеттің өзімен бастауымыз керек деп ұйғардық. Бүгін сұхбатқа келгеніңе, ой бөліскеніңе көп рахмет. Сендей азаматпен серіктестігімізге, осы жобалар аясында, жалпы осы қоғамда, осы заманда бір тынысты алып өмір сүріп жатқанымызға өте қуанамыз. Алдағы жұмыстарың барлығына сәттілік тілеймін. Рахмет. Анаңа, бауырларыңа үлкен сәлем бізден. Сіздерге де жалынды сәлем. Барлық оқырмандарға жалынды сәлем. Рахмет.